Мыңдаған жылдардың сырын қойнауына жасырған қаншама жол бар. Ұлы империялар мен өркениеттер көзден ғайып болса да, бұл жолдар жоғалмады. Керісінше өмірді қайта жаңғыртып сан тағдырды өзгертті. Мысал десеңіз, мархабат, біздің дәуірімізге дейін салынған көне Рим жолдары сол мемлекеттің мәдени мұраларының бір бөлшегі. Олар қазір де қолданыста. Ал біздің жолдар автобус едет, люди молятся, подняли руки и молятся. Ақтөбеде қар еріп, асфальт жабындысы бұзыла бастады. Ақтөбенің асфальты жылда қармен бірге еріп кетеді. Биыл да сондай жағдай. Недавно отремонтированные дороги в Ақтөбе вновь стали разбитыми. Жасыратыны жоқ, теледидарды қосып қалсаңыз, әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, Ақтөбедегі жолдардың нашар халін көресіз. Ал тұрғындары шұрық тесік жолдан әбден мезі болған. Мына жолмен жүруге болмайды. Оған кім жауап береді? Мынау деген вообще масқара ғой, мынау масқара. Бастықтарымыз акиматтағы, сосын мына жол жүргізіп жатқан бастықтар шамалы халықтың жағдайын ойлаңыз деп жатқан жұмысшыларға соны ескертіп жүрсе, және өздері де сол халықтың жағдайын әсіресе мына дорожный службаның адамдары халықтың жағдайын ойлап жүрсе, жақсы болар еді. Елдің келбетін келістіріп, әлеуетін айқындайтын маңызды саланың бірі жол. Рас, өңірдің жолына қарабақ біраз нәрсені аңғаруға болады. Тіпті осы жол туралы айтқан кезде мақтана да алмаймыз. Керісінше ұялатын тұсымыз көп. Жол сапасы жағымсыз көрсеткіштерге де тікелей әсер етіп отыр. Жолдың жайын жүрген білер. Ақтөбенің ойқы-шойқы жолдары көлік тізгіндеген ағайынды шаршатқалы қашан. Барар жеріңе дейін әр шұңқырды бір санап, жүйкең жүндей түтіледі. Әсіресе көктемде қармен бірге еритін тас жолдар ғаламтор жұлдызына айналды. Ақтөбенің ажарын тайдыратын мұндай дәстүрлі көріністің бірнеше жыл қатарынан қайталанып келе жатқаны тұрғындарды ғана қынжылтатын секілді. Бәрін айтта бірін айт, күрделі жөндеуден өткен кейбір көшелердің үстіне төселген асфальт жамылғысы талапқа сай емес болып шықты. Осыған сәйкес 5 көшеге қатысты акт толтырылып, іс сотқа жіберілді. Енді біразын мердігерлер өз қаражаттарына қайта жөндеді. 20 шақты көше сондай жағдайда болды. Арнайы мекеме осымен жол лаборатория айналысып бізге нақты сынамаларды, өтпейтін сынамаларды жеткізеді. Сол арқылы біз қаржы төлейміз тек қана. Егер жеткіліксіз немесе сапасыз салатын болса, соның ішінде материал да бар, біз оны қабылдамаймыз. Биыл да сол мекемемен біз келісіп шартқа отырдық, осы жұмыстар жалғастыратын боламыз. Ақтөбе жолдарын бірыңғай нашар жөндеу мүлдем көрмеген деп айту да қате болар. Өткен жылдың өзінде облыс орталығында 117 көше күрделі және орташа жөндеуден өтті. Сүт зауыты, құрмыш және қаланың ескі бөлігіндегі 30 жыл жөндеу көрмеген жолдар жаңарып, Рауан тұрғын үй алабындағы көшелер де бой түседі. Жалпы сомасы 33 миллиард теңге жұмсалып, 606 шақырым автожолдың ажары кірді. Биыл тағы 50-ге жуық көшені жөндеу жоспарда тұр. Нұр Ақтөбе тұрғын массивтерінде, сосын Нұр Серке шағын ауданда Рауан және Қызылжар тұрғын массивтерінің жаңа жол құрылыстары жасалады. Ақтөбе қаласындағы Кривое озеро автожолдардың құрылыстары жүргізіледі. Азметтер көшесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осындай жұмыстар одан басқа көп адамдардың наразылық білдіріп жатқан кирпичный жағына автомобиль жолы, ол биылдан бастап құрылыс жұмыстары басталады. Ақтөбе Қандағаш бағыты. Бұл жыры талай жылдан бері айтыла жауыр болған жол. Жасыратыны жоқ, бұл жерде жүздеген жол көлік оқиғасы орын алды. Талайлардың өмірі қыршын болды. Дәл осы жолда 2020 жылы 20 жол көлік оқиғасы тіркелді. 31-і жарақат алып, 8 адам көз жұмды. Ал биылғы 4 айда 8 жол көлік оқиғасы орын алды. 12 адам жарақаттанып, 2-і көз жұмды. Абырой болғанда
Көптің тілегі қабыл болды ма, күре жолда биыл күрделі жөндеу басталды. Тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Ақтөбе Қандыағаш, мінеки көрдіңіз техникаларды, жолды бастап жатыр. Алла бұйыртса 4 полоса жол болады. Жолаушының даусынан қуаныштың лебі сезіледі. Бұған себеп те жоқ емес. Ұзақ жылдан бері жыр болған жолды салуға қазынадан қомақты қаржы бөлінді. Техникасын сайлап, жұмыс күшін реттеген мердігерлер жобаны жоспарға сәйкес қолға алды. Дауысы даланы жаңғыртқан техникалардың жұмысы қызу. Жауапты мердігер 2 учаске бойынша жұмыс істейді. Ақтөбеден Қандыағашқа дейінгі аралық 4 жолақты тақтайдай тегіс жолға айналмақ. Жол бірінші санаттағы жол, бірінші категориядағы жол, 4 жолақты жол болады. Ақтөбеден 89 километрдің шақырымның, осы шақырымның Ақтөбеден Қандыағашқа дейін болады, және осының ішінде 18-де 2 километрі айналма жол, екінші категориядағы жол, ол барып жаңағы салынып атқан Қандыағаш Атырау жолына қосылады. Біткеннен кейін бұлардың гарантиясы 2 жыл, берілген гарантия 2 жылда мердігер мекеме өзінің тарапынан ақаулар шығатын болса, соларды қадағалап отырады және оларды жойып отырады. Қазақстан жол сапасының көрсеткіші бойынша 2016 жылы 107-ші орын, 2018 жылы 106-ші орын, 2020 жылы 93-ші орын. Көрсеткішке сенсек, жол сапасы жыл өткен сайын жақсарып келеді. Сәйкесінше бұл салаға құйылатын қаржының көлемі де ұлғайған. Ал еліміз бойынша жол жөндеу жұмыстарына қомақты қаражат бөлген аймақтардың алдыңғы қатарында Ақтөбе облысы бар. Мәселен, 2019 жылы облыстың 347 шақырым жолын қалпына келтіруге 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Оның 10 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен, ал 9,5 миллиард теңгесі жергілікті бюджеттен қаралды. Осы қаржыға 285 шақырым облыстық, 62 шақырым ауданаралық жолдар орташа жөндеуден өтті. Былтырда дәл осындай қаржы бөлінді. Бірақ Ақтөбе жолдарының асфальт жамылғылары арысы 2-3 жылға ғана шыдас береді. Көңіл көншітпейтін көрсеткіштер президенттің де сынына ілікті. Осы салаға жауапты бір топ басшы бақылауды босаңсытып алған үшін қызметтерінен босатылды. Енді республикалық және жергілікті жолдардың сапасы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей жеке бақылауында. Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбукте жариялады. Айтпақшы, жол сапасына қатысты қызметінен босап қалған басшылар қатарында Ақтөбе облысы әкімінің бірінші орынбасары да бар. Амал нешік, жыры бітпеген шұрық-тесік жолдардың жағдайы үшін жауап беруге тура келді. Бір қарағанда теп-тегіс асфальттан сын табу қиын, алайда сынама кезінде біразы талапқа сай болмай қалады. Жол сапасына қатысты тұрғындардың да өз айтары бар. Жылдары көп, мейра көшесі бар. Мынадан, одна стороны, мына одна стороны. Екі көшеде осы жол жоқ қой. Может, биыл жолдың бәрі бұзылды ғой. Қала бойынша нашар. Ходовкадан ходовка сақ келмейді. Жылда айтылатын жоқ. Машинаға налог жыл сайын төлейміз. Жоқ қой жол. Оны бүкіл халықтың бәрі біледі ғой. Жұмыс істей жатқан сияқты, былай қарасам да жұмыс жоқ сияқты. Өткен жылдың өзінде жол активтерінің ұлттық сапа орталығының тексерумен 448 заң бұзушылық анықталды. Ақтөбе қаласындағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 651 шақырым. Оның тең жартысында ғана асфальт бетон жабындысы төселген деген ақпарат бар. Ал өткен жылы Ақтөбе көшелерінің біразы адам танымастай өзгерді. Жергілікті билік бастапқыда облыс орталығындағы 97 көшеде жол жөнделетін жоспарлаған еді. Алайда ол артығымен орындалды. Үнемделген қаражаттың есебінен жоспардан тыс бір қатар жолдың ажарын келтірді. Қазіргі таңда 350 көше ол қатқыл табанды жамылғысы бар көше. Сон барлық пайызға шаққанда 2019 жылы 59,7% болса, былтырғы және биыл тағы да жоспарымыз іске асса 89% толықтай қатқыл табанды жамылғысы қанағаттанарлық жағдайда болады.
Жол сапасына қатысты жұмыстар аймақ басшысының тікелей бақылауында. Әйтсе де, жауыр болған жолдың жырын ғаламтордағы фейк ақпараттар одан әрі өршітіп отыр. Бәз біреулер жөндеуден өткен көшелердің осыдан 5-6 жыл бұрынғы шұрық тесік кейпін биылғы фото деп жариялауларын тоқтатар емес. Жол сапасын жақсарту үшін атқарылған істер туралы айтып қана қоймай, көрнекі мысал ретінде көрсетуге болады. Ойдым болған жолдардың жөндеуден кейін түрі кіріп, реттеліп қалғаны мына бейнеден анық көрінеді. Кім білсін, жол жөндеу жұмыстарының қарқыны дәл осылай қарымды болса, шұрық тесік жолдардың да келмеске кетер күні жақын болар. Артық айтпайық, уақыт көрсетеді.